Ескендір, кезексіз асып қайда барасың? Адамдарын жемелеп қайда бара жатсың? Кезекке тұр деп айттым емес пе? Сен адасып тұрсың, қамда ана жақта. Оны жібермеңіз, ол кезексіз кітап алып бара жатыр. Бесінші сыныпта оқисың? 13-ші. Ол өтірік айтады, ол 5-ші сыныпта оқиды. Есімі кім? Жүгеншек. Одан мен тыңдап жүргенші. Мен сені жаңадан келген жетекші болам. Менің атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалардай болады. Жалпы бұл әлемде бақытты, әдемі есім болудың өзі бір бақыт емес пе? Мысалға, Мұрат, Болат, Ербол деген аттарды алып қарайықшы. Айтуға да ақшам, естуге де жағымды. Ал енді айтуға да, естуге де жағымсыз есімдер бар. Өзге түгілі, өзіңе де ұнамайды. Ай, бірақ өткенге өкпе жоқ демекші, істің турасына көшейік. Менің атым Қожа. Яғни өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай аса бір жағымды ат емес. Бірақ бұл басында Қожа емес, Қожа берген болатын. Бұл туралы куәлікте солай жазылған. Бірақ өмірде ғажайыптар көп болатынына қарасақ, Қожа бергеннің бір түн келе құйрығы түсіп, Қожа атандым. Жалпы біздің сыныпта 2 Қожа бармыз. Біреуі Сүттібайдың ұлы Қожа, ал біреуі мен. Екеуміз де қалай ырып дейсіздер ғой. Мені өңіме қарап Қара Қожа, ал оны Сары Қожа деп атайды. Бірақ мына Жантас сияқты оңбағандардың өзіне Қара Қожа деп айту жетпей, ол мені Қара көже, міне дәл осылай айтады. Бірақ Жантастың да обалы жоқ, осы үшін менен талай таяқ жеді. Саламатсыз ба?
кітап әкелді. Өзіңіз корабльдің крандары. Солай ма жантасың? Жүрші шығып қайтайық. Сосын шығам. Айтатын бірдеңем бар еді. Шаруам бар. Шаруам болса мен шығайын. Отыра бер жанар. Ешқандай да шаруасы жоқ. Жантас! Жантас! Көресің ғой, Майкл өмір қайтты! Сондағы жексұрын қожа. Жанар, тоқташы, Жанар! Бірдеңе құтылып кетем деп ойлады ма? Берген уәдең қайда? Тілің жоқ па? Бар. Онда неменеге үндемейсің? Ой, айтатын несі бар, байқамай қалдым. Өтірікті де байқамай жатасың. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Сіз бұл балаға сеніп едіңіз. Міне, үндемейді. Онда әкесіне тартқан ғой. Әкесі деді немес еді. Сіз білесіз бе? Оның әкесімен біз дос болғанбыз. Соғыста да бірге болдық. Көз алдымда ауыр жараланды. 10 жылықпен кеудесінде жүрді. Сыр бермеді. Адал, еңбекқор жан еді. Көрдің бе қожа берген? Сен осындай азаматтың ұрпағысың. Ал Қадыров не болды? Неге үні шықпайды? Кешіріңізші ағай, енді өйтпеймін, кешіріңізші. Не істейміз? Соңғы мүмкіндік береміз. Жарайды, бір жылға кешірейік. Әже, еттері қойып қойсыда бір шырағыман қоған сабан ғой. Айран іш, балам, айран іш, асықпа, балам. Айран іш, балам. Кетсін әже. Ana toplum işini şamar bugün kız gerek. Кешіріңізші ағай, кешігіп бала жаздадым. Жаз сугінің үсті. Беттерінің үсті. Отыра ғой. Рахмет ағай.
сіздің арман деген шығарма жазамыз. Шығарманы жазбай тұрып, көп ойланып аламыз. Білем, армандарың көп. Бірақ оның ең бастысын жаздым. Қадыр, мүмкін сен емес шығарсың. Достарымның бәрі саған күліп жатыр. Жасыма шынында айт. Жоқ, мен. Біреудің көлеңкесінде жүру, біздікілер үшін ұят. Сабақтан басқа кім? Қожа. Сөмкеге баса салған қожа. Тәжірибе жұмыстар қатыспаған тағы да қожа. Қой сүніне тұрланғанда қожа қайда болды? Сұлтанның басында болды. Біз осындай тентек қожамен, басымызды шететін қожамен бір класста оқу біз үшін жат, біз үшін ұят. Ұят. Бір қарымайда бір құмала сүртен деген осы. Ағай, оданша қожа сыртқа шыға тұрсыншы. Әйтпесе кластың жартысы одан қорқады. Жарайды қожа шыға. Сонда мына класста шындықты бетке айтатын жасөспірім болмағаны ма? Жоқ. Онда жантастікі өтеді. Жаңа ғана қожа деп шығындады. Ал енді жантас дейді. Сонда жантас әзәзіл қожа бұзық. Ал қалғанда қалып сол екі бұзықты тәрбиелеуге күштерің жетпеді ме? Қожа ондай бұзық емес. Ол қанша жерден тәртіпті болайын десе де, байқамай тәртіпсіздік жасап қоя береді. Одан жеңіл. Сендер күлесіңдер, ал ол жалғыз жылап тұр. Бұл күлкілі емес қой. Жанам, бұл күлкілі зат емес. Онда Қадыровты басқа мектепке ауыстырамыз. Қасына басқа серік тапты делік. Сонда біз осындай дәрменсіз болып қала бермедік пе? Дауыс жазайық. Кім Қадыров мектептен шықсын десе, қолдарыңды көтерсін. Жарайды, Қадыровты шақырып. Ей Қадыров, жүр. Көрейік, не дейді екен? Қолмен жасаған ісін мойнымен көтерсін. Ей Қадыров, не айтқың келіп тұр? Қаттырақ айт, мына жерге қарай тұршы. Мен тырысамын. Қалай тырысасың? Бұны қалай түсінуге болады? Қайдам? Үштік бағам жоқ. Үштік бағасы жоқ па? Я,
Онда неге мұғалімнің сөмкесіне бақа салды? Мен жай ғана бақа секіріп шыққанда қызық бола ма деген. Сонда саған не? Бақаның секіріп шыққаны қызық болған ма? Жарайды. Қадыр есіктің алдында тұр. Ал сендер боссыңдар. Мен өзім қорытынды жасаймын. Сіздер сабаққа Негізі Қадыр адам болатын бала. Иә, өзінде от алаулаған бала. Мен Майқанованы қас жауым деп берсем, ол мені адам болатын бала депті. Болды, бүгіннен бастап тәртіпті боламын. Ешқандай бұзықшылық жасамаймын. Ең бірінші тәртіпті болып, ешқашан бұзықшылық жасамаймын. Ал екінші, осы балдарды келемей жүр, ешкімді келемей демеймін, ешкімге келемей сөз айтпаймын. Ал үшіншіден, осы 90-дағы оқу үлгерімді жақсартып, ылғи сабаққа кешікпей, еш сабақты қалдырмай, оқуымды жақсартамын. Ал соңғы, мына Ақбетке күнде ұйықтар алдында, күнде жасаған жақсы істерім мен жаман әдеттерімді жазып отырамын. Сол кезде ғана мен тәртіпті бала болып өсемін. Негізі, біз білмейді екенбіз. Ұстаздар тек қана бізге білім беру үшін емес, бізді жақсы адам болсын деп тәрбиелей де біледі екен.